Арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз мини қарын бүрмені дайындаймыз. Өз буында пісетін құнарлы, дәмді, тойымды, пайдасы көп деликатес тағам десе болады. Менің жаңа рецептерімді өткізіп алмас үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: қарынның кішкентай қалташасы, мындай. Дұрыстап жуып, міне осылай дайындап қойыңыздар. Мына етін бүйтіп сылып аламыз. Қойдың қол еті. Басқа жырақтарында қоссаңыз болады. Пияз, 1 картошка, 1 сәбіз, жарты болгар бұрышы, құйрық май, сарымсақ, паприка, тұз және қара бұрыш. Түтікше керек еді, бірақ түтікше мен таппаған соң мынандай базардан сатып алдым. Бұны қажетке жаратуға болады дейді, өйткені бұл жерден біз ішетін су өтеді. Ине жіп. Алып бастайық. Етіміздің жұмсақ жерлерін алып, былай сылып. Енді мына етті кішкене тұздап, қара бұрышын салып, кішкене араластырайық. Дәмі, тұзы дұрыс келіп тұрсын. Ал енді осы етімізге мына чесногымызды турап салайық. Құйрық майды салайық. Сәбізімізді салайық. Газмады. Турадым ал. Енді бұл қалтаға сидыру керек. Паприкамызды салдық. Тұзымыз. Дұрыстап араластырамыз. Ал, бисмилля деп салмамызды кішкентай қарнымызға саламыз. Еттерімізді бірінші салып алайық. Есігіне су құямыз. 50 мл су құяйық. Сочный болу үшін. Мындай түтікшеміз бар. Түтікшеміз өстіп шығып тұрсын. Көбігін алайық. Тағы да үстіне кішкене су құяйық. Біздің қарын түгел судың ішінде тұру керек. Тұзын салып, тұзын көріп, 2 сағаттай орташа отта пісіреміз. Мини қарын бүрмеміз дайын болды. Енді пышақпен кесіп, дәмін татсаңыз, дәмі деген тіл үйреді. Ата-аналарыңызға дайындап берулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, пайдалы, құнарлы деликатес тағам. Егер рецепт ұнап жатса, тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.